Баршаңызға сәлем достар. Дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бананның адам ағзасы үшін 22 түрлі пайдасын айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама жазылып алыңыздар. Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп. Солардың ішінде бананның 22 түрлі пайдасын айтып өтетін боламын. Ең бірінші, банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаны қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Екіншіден, банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде бананның ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Үшіншіден, сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайға ағзаға кальций сынды пайдалы минералдар мен зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы, себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзаның кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Төртіншіден, ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңеді. Бесінші, іш қату. Іш қатуды бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Алтыншы, банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға бірден бір себеп. Жетінші, асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шышты қабатына қорғаныш қабатын түзейді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиян тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлмеде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғайған сайын оның жазылуы да жылдамырақ түседі. Сегізінші, диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Тоғызыншы, көп жүріп физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін былтыр бұлшықеттің дірілін сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшықетке оң әсерін көрсетеді. Оныншы, ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерді арылтады. 11-ші, энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффектісі өте септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. 12-ші, ас қорытылуы жақсарады. Банан құрамындағы пектин, хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. 13-ші, әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайлырақ өтуге көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл-күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. 14-ші, анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ заттарындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. 15-ші, жүрек ауруы. Банан құрамындағы көп калий мен қантамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. 16-ші, иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар мен амин-қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады.
17. Бүйрек, банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардың арылуына көмегін тигізеді. 18. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілік токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. 19. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағын жаққан жерге біраз қойып қойса, нәтижесі бірден байқалады. 20. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн мен ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. 21. Шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер, калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмір сүруге, жылдам үйренуге алып келеді. 22. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Егер достар сіздерге дертке ем анасының бананның 22 түрлі пайдасын ақпараты пайдалы болса, арнамызға жазылып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар, банан жеп жүріңіздер.